Ардақты анашым, менің бірінші дәрісім жақсы өтіп жатыр. Менің ұстазым бір қарағанда бір түрлі көрінеді. Дегенмен, ол өте тәжірибелі. Мен енді алхимик боламын. Айтыңызшы, бұл жақсы идея екенін сенімдесіз бе? Айтайын дегенім, бұл философиялық тас. Бірінші тағылымдамай үшін бұл аздап... Алхимияны меңгеру үшін тәжірибе жинау қажет. Айтпақшы, біз жеттік. Сонымен, Мартин. Менің атым Мартин емес. Ескі академиядағы ұстаздар осындай есік ашуды үйретті ме? Біріншіден, бірнеше көру руналарын оның құруымы түсіну үшін қолданамыз. Сосын... Сенің бірінші сабағың. Алхимик әсерлі болу қажет. Бұл қауіпті емес екеніне сенімдесіз бе? Неге? Сонысымен қызық қой. Мені күте тұрыңыз. Мастер, сіз қайдасыз? Жоғалмауға тырысшы, Валентин. Қара, біз осындамыз. Алдымен өткір кристалды геоттар арқылы өтеміз. Кейін біз қарғыс атқан лабиринттен өтіп, еш жоғалтқыш тұңғиыққа барамыз. Біз ертегі шалғынына бара аламыз. Бұл жақсы идея. Тым қауіпті. Тарголияс арқылы өткен жылдан болады. Ал көрмекші, біз Титан зират арқылы өтіп болған соң тастың өзі де сонда болады. Жүр, Робин, соңынан ер. Аттанайық. Мен бәрін тез үйренгім келеді. Бақытымызға орай, мен мастерім өте шебер. Мен оған ұқсағым келеді. Кейде оның оқыту әдістерін ерекше деп санасам да. Уайымдамаңыз, мен сақ боламын. Мен тіпті арқамен төмен түсуді үйрендім. Мен жергілікті өсімдіктер және жануарды зерттеймін. Қысқаша, мен нағыз алхимик болып жатырмын. Алғашқы сапар үшін жаман емес, дұрыс па, Лео? Кітапханада тұншығып отқандан гөрі осы жақсы емес пе? Бізді әлі талай нәрсе күтуде. Бұл жердің түбіне ешкім жеткен емес. Жетсе де ешқашан оралмаған. Тоқта, қолыңдағы не? Анаңа хат жазып жатырсың ба? Алып өрмекші туралы жазбай қойсаң қайтеді? Әкел жазуға көмектесейін. Күте тұр, Матео. Оқытудың ерекше әдістері дегенмен не айтқың келіп тұр? Мен үйге қайтқым келеді. Неге? Не болды? Сіз бұл жерде бізге қауіп төніп тұрған көрмейсіз бе? Мен 100 рет өліп қала жаздадым, ал біз жарты жолға да жеткен жоқпыз. Бұл дәріс суицид. Бұл не сандырақ, Тимео? Сен де кезімде осындай сапар маған нағыз арман еді. Әлде саған үйде отырып ыдыс тазалаған ұнай ма? Ондай болса, үйге қайта бер. Сіз дұрыс айтасыз. Мен сіз сияқты емеспін. Бұл жерде маған орын жоқ. Мен қайтамын. Бірақ, сен қайда барасың? Қайтып кел! Жарайт, жақсы, қалаған істе. Тасталған бойда сені де табамын. Менің әдістерім несі дұрыс емес? Керемет. Ұстаз! Дамиан, қайтып келдің бе? Қара, біз тасты таптық.
Мәссаған, сен бұны қалай жасадың? Күкірт, көмір және калий нитратымен ол таңғажайып жұмыс жасайды. Бірақ сіз бұны бұрыннан білесіз. Әрине, иә. Қалай болғанда да бұл керемет сапар болды. Сенің бізді құтқарғанды айтсаңшы. Бірақ тас. Білесің бе, Максим, бұл тасты қуу тек академиядағы қыңқылдақтарды таң қалдыру үшін ғана. Мен өмірде бұдан да маңызды нәрсе көп екенін түсіндім. Сен кел тостаған жайлы естігенсің бе? Бұл олардың таңдайларын қақтырады. Қара, жолымыз анда.